Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен quesadilla дайындайтын боламын. Бұл мексикалықтың тағамы, тіске басары десек те болады. Және сіздер де әрдайым на скорую руку жылдам жасап жеріп, үйге келген қонаққа немесе таңғы асқа жасасаңыздар өте дәмді тіске басарлардың бірі, яғни закуска. Ол үшін бізге бір пиязды жақсылап, майдалап, жұқа етіп турап аламыз. Видеода көріп отырғандарыңыздай, бұндай формат сіздерге ұнаса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Лайв форматта бірінші рет жасауым. Егер сіздерге ұнағанын білетін болсам, онда ары қарай осы форматта түсіретін боламын араластырып. Олай болса, біз ары қарай дайындауға көшеміз бірден. Осы пиязымызды турап болғаннан кейін, че-то ұзақ турап жатырық. Жылдам айтып өтетін рецепттар түсіріп үйреніп қалғаннан кейін пияздың турауы маған ұзақ қысап көріп жатыр. Олай болса, ары қарай пиязымызды жұқа етіп, әдемілеп, максимально қатты ірі болмау керек, себебі біздің өзі қуырылған quesadillаларымыздың өзі ішінде лаваштың ішінде болғандықтан ол өте нәзік болып бірден жұмсарғаны дұрыс. Сол себептен пиязымызды майда етіп турағанымыз абзал. Келесі кезекте помидор тураймыз. Помидор бізге для сочности керек, және де әдемі қызыл түс беріп тұрады. Мендегі розовый помидор. Алдағы қарап тұрсаңыздар, пышағым өтпей жатыр. Барып қайрап келіп, қайрап алдым. Мінеки видеода көріп отырғандарыңыздай помидорымызды 4-ке немесе 5-ке бөліп, жақсылап турай береміз. Мендегі розовый помидор өте жұмсақ болғандықтан мен ірі етіп турадым. Желательно ортасындағы сарысын үлкен қатты болып тұратын жерлерін алып тастағандарыңыз дұрыс. Келесі кезекте бір светофор перец, именно жасыл түсін алдым, себебі біздің микстің ішіне жасыл түс жетпей тұрғандықтан жасыл түспен как раз осылай түстердің сәйкестігі, үйлесімділігі болсын деген мақсатта, әдемі болып көріну үшін де осылай алдым. Енді келесі кезекте біз етті турауымыз керек. Ол үшін доскамыздың үстін босатып алғанымыз дұрыс, және үлкен ыдыста араластыру үшін бірден үлкен глубокий ыдысқа салғанымыз дұрыс болады. Келесі тауықтың етін тураймыз. Неге тауықтың еті? Себебі тауықтың еті өте жылдам пісетін еттердің бірі. Сол себептен тауықтың етін пайдаланамыз. Бұл закуска болғандықтан және де сыртынан лавашпен қапталатын болғандықтан оған қатты еттің қажеті жоқ. Мінекей осылай біз артық сүйектерін, прожилкаларын алып тастауымыз керек болады міндетті түрде. Кез келген етте де. Енді ары қарай майда 4 бұрышты етіп, мелк етіп тураймыз.
Көріп отырғандарыңыздай етімізді турап болғаннан кейін петрушка қосамыз, яғни кез келген зелім болады. Маған петрушканың дәмі ұнайтын болғандықтан петрушка қосып жатырмын. Ал енді петрушкамызды майталап турап, қатты сабақтарын алып тастаймыз. Және де өте майда етіп турап шығамыз. Мінекей, енді барлығын турап болдық. Енді қуыруға көшейік. Енді кез келген оливковое немесе растительное маслоға қуыратын боламыз. Барынша пиязымыз жұмсарғанша жақсылап араластырып қуырғанымыз дұрыс. Тұз, бұрыш, қызыл бұрыш, қара бұрыш қоссақ та болады. Жақсылап араластырып қуырып болғаннан кейін етімізді саламыз. Массаны жақсылап араластырамыз тағамымызды. Толығымен етіміз піскенше отта болғаны дұрыс. Толық пісіргенше жақсылап қуырамыз, араластырып тұрып қуырсаңыздар да болады. Және де етке де тұз саламыз. Керегенше бұрышында салсақ болады. Енді ары қарай жақсылап араластырамыз, тұзын сіңдіреміз және де піскенін күтетін боламыз. Сковородкамыздың қақпағын жауып, бірнеше минутқа буласақ та болады. Толығымен пісіп және суы кішкене азайғанша булаймыз, жұмсарып, пиязымыз жұмсарып, переціміз жұмсаруы қажет және де суы азайғаны дұрыс. Кішкене тұз жетпейтін сияқты, соған сәйкес тұзын қосып жібереміз. Сіздер міндетті түрде дәмін көріп, өздеріңіздің татымдарыңызға қарай салғандарыңыз дұрыс. Дайын болып қалған кезінде петрушкамызды қосамыз және тағы да соңғы рет араластырамыз. Осы орайда бір форс-мажор болып, алдымдағы көмекші келіп қалды, сөйтіп видеомыз дұрыс түспей қалыпты. Және де сырымызды, моцарелла сырын терететкен жеріміз және де начинканы салғанымыз көрінбей қалған екен. Келесі ары қарай көрсеңіздер барлығы түсінікті болады. Мінекей осылай гриль сковородканың көмегімен осылай екі жағынан жақсылап қуырып алғанымыз дұрыс. Гриль сковородка болмаса кез келген обычный сковородкаға да қуырсаңыз болады, немесе екі жағынан басатын грильдарыңыз болса, тіптен жақсы, бірден жылдам пісіріп алғандарыңызға ыңғайлы болады. Мінекей бізде сырымыз көп болған сайын ішіндегі начинкамыз шашылмайды және сыр барлығын бекітіп ұстап тұрады. Моцарелла сыры именно пицца жасайтын сыр болғандықтан ол өте созылатын, сондай өте дәмді сырлардың бірі. Сол себептен осы сырды пайдаланғандарыңызды ұсынамын. Немесе кез келген болмай қалған жағдайда кез келген еритін, созылатын сырлар бола береді. Мінекей біздің начинкамыз ашылып кетіп жатыр, соған сәйкес қайтадан сыр қосып жабыстырып жатырмын. То есть сыр лаваш пен начинканың біріктіріп тұратын керекті компоненттердің бірі болғандықтан міндетті түрде ингредиенттің ішінде сыр болғаны дұрыс. Осылай екі жағынан басып тұрып
жасап алсаңыздар да болады. Видеода барынша үй жағдайында көрсеткен түрім. Сол себептен біз гриль бар, бірақтан гриль емес, сковородкамен пайдаланып, ыңғайлы және де барлығына да доступ нәрселермен пайдаланғанды жөн көрдім. Көмегімен немесе осылай тарелканың көмегімен басып тұрсаңыздар, барынша сырмен қатты бірігеді және де арасындағы начинкаларыңыз шашылып қалмайтындай болады. Енді ары қарай лавашты кесіп, менің қалай жасағаным және салғанымды барлығын түсініктірек болу үшін қайта түсіріп жатырмын. Мінекей осылай начинкасын үстіне сырын салып, екі жақтан отқа қойып пісіріп аламыз. Мінекей біздің асымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Менімен бірге болғандарыңызға алғыс айтамын.